Сәлем достар, сіздерге бүгін Спартак деп аталатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны мен арнайы мастер-класстан оқып алдым, сондықтан мен көрсеткен өлшемдермен жасасаңыз, сіздерден де осындай әдемі торт шығатын болады. Ең алдымен газге түбі қалыңдау ыдысты алып, 2 қасық бал, ас содасы және сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Еріп, осындай көпіршуі керек. Көпіршігеннен кейін басқа ыдысқа құйып, бөлме температурасында суытатын боламыз. Жұмыртқа және қантымызды жақсылап миксерлейміз. Қантымыз еріп, жұмыртқамыз көтерілуі керек. Содан соң осы суыған мьетті массамызды құя отырып миксерлейтін боламыз. Қосатын ұн, разрыхитель, какаомызды жақсылап електен өткізіп, және бір-бірімен араластырамыз. Бірінші осылай қасықпен салып араластырып жіберіп, одан кейін ұнның барлығын салып қолмен илейсіздер. Қолмен илеген кезде бұл өте жабысқақ болып келеді. Артық ұнды салмаймыз. Егер артық ұн салатын болсаңыз, коржыңыз қатып, крем сіңбей тастай торт болып қалады. Сондықтан осындай жабысқақ ұн болса да, қолыңыздағы ұнды түсіру үшін кішкене ғана ұн пайдалануға болады. Пищевой көлеңкеге осылай орап, холодильникке 3-4 сағат немесе 1 күнге алып қойсаңыздар болады. Егер қазір жасамайтын болсаңыздар, морозильникке салып, кейін жасап жіберсеңіздер де болады. Крем бізде сахарный пудра, сливки және 4 қасық мен сметана салдым, яғни қаймақ. Жақсылап араластырып, сұйықтау крем дайындаймыз. Қою кремнің қажеті жоқ. Осындай сұйық крем болуы керек. Біздің қатып тұрған қамырымызды аламыз. Менде бұл 5 сағаттай тұрып қатты. Бірінші өлшеп аламыз, содан кейін бөліктерге бөлеміз. Менде әрқайсысы 123-120 граммнан келді. 8 бөлікке бөлдім. Жұмыс жасау үшін дөңгелектеп осылай дайындап қойдым. Пергаментті алып, үстіне ұн сұйып, осы коржымызды қоямыз және үстіне пергаментпен оқтаумен жаятын боламыз. Бұл өте жабысқақ қамыр, сондықтан осылай үстіне төсеу керек. Керек өлшеміңізге дейін жайып, ақырында пергаментті ашамыз. Содан соң кальциямен, яғни өзіңізге керек өлшеммен өлшеп аласыз. Кішкене ішінде жетпеген бөліктер болса, сыртындағы қамырдан кішкене алып жапсырып жіберуге болады, бұл іштен кетпейді. Содан соң барып, шанышқымен тесіп, қызып тұрған пеште әрқайсысын пісіріп аламыз. Бұл тез піседі, қарап тұрып пісіресіздер. Піскен корж, дайын болған крем. Енді тортымызды жинаймыз. Кальцияға бірінші коржды саламыз, содан кейін крем жағамыз. Кремді әбден сіңетіндей етіп, тегістеп, біркелкетіп жағып шығасыз. Осылай 8-нің барлығын қайталап шығамыз. Соңғы бөлігінде осылай торттың бетін жапқаннан кейін кремді жағып, пищевой көлеңкені төсеп, холодильникке 1 күнге қойсаңыздар өте керемет болып шығады. Менде 1 күн тұрды, болмаса 5 сағаттай тұрса да бола береді. 1 күннен кейін осындай пищевой пленкасын алып, кальциясын абайлап шешеміз. Өткені бізде корж кремге сіңіп, өте жұмсақ торт болып дайын болып тұрады. Жан жағы үзіліп кетуі мүмкін, сондықтан ақырындап шешіп аламыз. Осылай жиегін пышақпен, содан соң кальцияны жай ашып отырып, шешіп алғаннан кейін артық кремдер болса, оның жан жағын тегістеп жібереміз. Егер осы торттан қалған креміңіз болса, қайтадан жағып шығуға болады. Болмаса, бірден осы тортты дайын күйінде пайдалана береміз. Яғни өзінен қалған, артық қалған корждарды блендерге салып еземіз. Блендерге салсаңыздар біркелкі әдемі корждары шығады, соны үстіне сеуіп шығамыз. Яғни бұл торт негізі медовиктің жасалу жолына ұқсайды. Кейбіреулер бұны шоколадты медовик деп атайды, бірақ бұл торттың негізгі атауы Спартак деп аталады. Тегістеп шыққаннан соң, жаңағы мен айтқан корждарды осылай жиегіне, үстіне жақсылап сеуіп шығасыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Осы күйінде жесеңіз болады, болмаса әртүрлі сахарный пудра сепсеңіз болады. Жемшедектеріңіз болса да қойып жіберуге болады. Менде осындай трафарет болғаннан кейін ерімейтін сахарный пудраны себе отырып, осылай әсемдеп шықтым. Бұл тортты алдағы мереке күндері, Наурыз, 8 март деген мерекелерде жасасаңыз өте жақсы торт. Сатылымға шығарсаңыз да болады, үйіңізге жасап берсеңіз де. Қазір кескендегі бөлігін көрсетемін. Кремнің, корждың бір-бірімен орналасуын.
мінекей осылай жаймен алып болды. Енді тортты кесеміз. Биік әдемі торт болып шыққан. Кескендегі көрінісі осындай. Мінекей бәрі бір ретті болып орналасқан. Жасап көріңіздер, ас болсын. Маған